Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы ет асуды және қамырды қалай илеуді, қалай жаюды және оны мұздатқышта қалай сақтау керектігі жайында пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Бұл қамыр универсал қамыр. Бұл қамырмен тек ет тағамын ғана дайындап қоймай, сонымен қатар манты, пельмен, нан салма секілді тағамдарды дайындаса болады. Ең алдымен ыдысымызға салқын су құйып, үстіне етімізді салып, бетін жауып қайнағанша күтеміз. Сол уақыт арасында біз қамырды дайындайтын боламыз. Ең алдымен салқын суға 1 шай қасық тұз салып, және електен өткізіліп алдын ала дайындап қойған ұнымызды ортасын осылай шұңғылайтып ашып, ортасына 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Сондай-ақ үстіне аздаған сұйық май қосамыз. Сұйық май қоспасаңыздар да болады. Және жаңағы біздің дайындап қойған суымызды түгел қосып, қамырымызды илейміз. Қамырды барынша қатты етіп илегендеріңіз дұрыс. Себебі, егер жұмсақ қамыр илейтін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз пісіру барысында езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті де қамырды барынша қатты илейтін боламыз. Бастапқыда қамыр бірікпейтіндей болып көрінеді, бірақ сіздер уақыт өте келе қатты илей бастағанда қамыр бір-бірімен бірге түседі. Қамырдың бірігуі ұнға да байланысты. Егер сіздерде мен секілді аздаған осылай ұн артылып қалса, сәл ғана қатты көп құймай, кішкене ғана су құйып, осылай ұндарыңызды біріктіріп аласыздар. Келесі кезекте нанымызды осылай жайпақ жерге қоя отыра, өзімізге ыңғайлы болу үшін қолымыздың көмегімен барынша қатты етіп осылай илейміз. Түйіршік қалмайынша жақсылап илеулеріңіз қажет. Қамырға мен S1 тобындағы жұмыртқаны пайдаландым және 1,5 ас қасықтай сұйық май қостым. Сондай-ақ ұн жоғары сорыпты рамана ұны. Мінекей соңына қарай бізде осындай қатты қамыр пайда болады. Бетін шарамен жауып, аздаған уақытқа ең қандыруға қоямыз. Соған дейін біздің жаңағы суымыз, етіміздің суы, сорпамыз қайнап, бетіне осылай көбік пайда болады. Көбіктерін жақсылап тазалап, дәміне қарай тұзын саламыз. Келесі кезекте біздің июі қанып тұрған қамырымызды таразыға салып өлшеп аламыз. Менде барлығы 994 грамм жаңағы қамыр шықты. Соны тура 2 бөлікке бөліп, бірдей етіп өлшеп аламын. Шамамен 496 граммнан пайда болды. Енді осы бөліп алған қамырымызды тағы да бір басып, июі қану үшін шараның астына салып қоямыз. Қамыр 20-25 минут аралығында жақсы июі қанып жұмсарып тұрады. Үстіне ұнымызды сеуіп, осылай қолымыздың күшімен баса отыра қамырымызды үлкейтіп аламыз. Сол кезде сіздерге жаюға оңайға түседі. Және қамырыңыз жайған кезде дөп дөңгелек болып шығады. Жалпы уақытты қосқанда қамырыңыз июі қанып, ең аз дегенде 40-50 минут тұруы қажет. Сол кезде сіздердің қамырыңыз әбден июі қанып, ысуға өздеріңізге оңай болады. Достар, дәл осы рецептімен сіздер үйде отырып дайын жаймақ қамырды жаю арқылы осылай қатырып, табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады. Және де уақытыңыз бар кезде дәл осы қамырды өзіңіз үшін арнайы дайындап, мұздатқышқа қатырып, кез келген керек уақытта алып шығып, тағамызды дайындай берсеңіздер, сіздердің уақыттарыңызға үлкен үнем болып табылады, достар. Қамырды су барысында шеттері қалың болмас үшін 2 шетінен ғана ұстап, ұн жая отыра, қатты салмақ салмай жаямыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз жұқа әрі біркелкі бір тегіс болып шығады. Мінекей ендігі кезекте қамырды өзімізге ыңғайлы етіп кесіп, қайнап тұрған сорпамызға салып, жақсылап араластырамыз. Біздің отбасымызда аз ғана адам болғандықтан мен тек ет асуға 1 ғана қамырды пайдаландым.
Сіздер бірден 2 қамырды пайдалансаңыздар болады, немесе осы рецепттен жасап қатырсаңыздар да болады. Қатыру үшін достар, мінекей арнайы менде осындай дүкенде метрмен сатылатын үйден қалған салафан болатын, соны пайдаландым. Достар, сіздердің салафандарыңыз міндетті түрде қамырдан үлкен болуы қажет, және толықтай осылай қамырды жауып тұруы қажет. Осылай жауып ауасын шығарып алғаннан соң екі шетін осылай ортаға біркелкетіп келтіреміз. Қамырды бүктеген соң мұздатқышқа салар алдында міндетті түрде бір тегіс жерге қойып қатырыңыздар. Мен астына ағаш досканы пайдаланып қатырдым. Мінекей, бірінші қамырым осылай езілмей дана-дана болып әдем болып пісіп шықты. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдыруға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.